Киногер жобасының кезекті шығарылымы Айсұлтан Сейітов. Қазақ режиссурасының жаңа толқынының жарқын өкілі жайлы. Оның шығармашылығы заманауи эстетика мен ұлттық болмыстың үйлесім табуын көрсетеді. Айсұлтан өзінің таланты мен еңбекқорлығының арқасында қысқа уақыт ішінде тмд елдеріне ғана емес, халықаралық деңгейге де танылып үлгерді. Айсұлтан Сейітов 21 ғасырдың жаңа форматтағы режиссері. Ол тек клипмейкер ғана емес, өз ойын бейне арқылы терең жеткізе алатын, көрерменнің сезіміне әсер ете алатын шебер. Алматыда дүниеге келіп, Астана қаласында Қазақ-Түрік лицейінде білім алған ол ерте жастан өнерге деген қызығушылығын танытты. Бұл қызығушылық оның әлемдік деңгейдегі Нью-Йорк киноакадемиясына жетелеп, режиссерлік жолын кәсіби тұрғыда жалғастыруына мүмкіндік берді. 2016 жылы студенттік шағында түсірілген «Шибөрі» атты қысқаметражды фильмі Голливуд Боулевард Нью-Йорк кинофестивалінде үздік режиссер аталымын жеңіп алып, оның талантын халықаралық деңгейде мойындатты. Бұл фильм тек дебют емес, оның ішкі жан дүниесі мен көркемдік талғамының көрсеткіші болды. Клипмейкерлік өнері. Айсұлтанның музыкалық бейне клиптері жай ғана әдемі көріністер емес. Олар оқиғаға құрылған, кейіпкердің ішкі жан тебіренісін бейнелейтін шағын фильмдер. Оның алғашқы жұмыстарынан бастап-ақ кәсіби көзқарасы, ерекше монтаж бен визуалды стилі байқалады. Ол алғаш Джай Миядзакидің «Желді бойлай» әніне түсірген бейнебаянымен шығармашылық әлемге аяқ басты. Осыдан кейін Молданазар тобының «Жаным сол» және 91 тобына түсірілген бейнебаяндар арқылы өз қолтаңбасын қалыптастыра бастады. Бірақ нағыз танымалдылықты оған Джахкалиптің «Медина» клипі алып келді. Бұл бейнебаян Қазақстан тарихындағы ең қымбат музыкалық ролик атанды. Клиптегі әр кадр режиссердің талғампаздығын, сапаға деген ұмтылысын көрсетті. Деректі фильм мен толықметражды кино жаңа деңгей. Музыкалық клиптерден бөлек, Айсұлтан қысқаметражды және деректі фильмдерге де көңіл бөле бастады. 2018 жылы Мияги мен Эндшпиль дуэті жайлы «Харизма» атты деректі фильм түсіріп, олардың образын жаңаша аша білді. Ал 2022 жылы жарық көрген толықметражды «Қаш» фильмі оның режиссер ретінде жаңа белеске көтерілгенін көрсетті. Бұл фильм көркемдік құрылымы, драматургиялық шешімі мен визуалды шешімдері арқылы көрерменнің ыстық ықыласына ие болды. Мәдениет пен заманауи көзқарастың тоғысы. Айсұлтан Сейітовтің еңбектерінде дәстүр мен модерннің үйлесімі ерекше байқалады. Ол ұлттық тамырдан ажырамаған күйде қазіргі заманның тілін таба білді. Бұл оның шығармашылығын ерекше ететін факторлардың бірі. Айсұлтан Сейітов қазақ режиссурасының болашағы. Ол тек өз талантын дәлелдеп қана қоймай, жаңа буын режиссерлеріне жол сілтеп отыр. Оның әр туындысы өз алдына бір әлем, бір эстетикалық тәжірибе. Алдағы уақытта Айсұлтаннан әлі талай тың дүниелер күтуге болады.